Кеш жарық құрметті тыңдармандар. Қызықты әңгімелер арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен өмірге келген өңірде көп аса орыстар тұрды. Қазақша сөйлейтіндер өте аз. Нағашы әжем ғана. Мен, туған әкем қазақ. Нағашы атам орыс ұлтынан. Туған анам метис. Өте сұлу болды. Әппақ үлбіреген сұлу мүсіні бар. Көздері әжеме тартқан. Қой көзді қоңыр. Сол бір анамның сұлулығы маған да берілген. Әкем жетім еді. Балалар үйінде өскен. Анаммен бас қосса да нағашы әжемнің үйінде тұрып жаттық. Көп аса әкемді баласындай жекіп, анам үйден қуды. Әкем тек ақша әкелсе ғана анамның күйеуі екені есіне түседі. Бұлай көп аса жанжалдасып қалатын. Нағашы әжем мені өз қолымен 5-ші сыныпқа дейін қазақ мектебіне берді. Әжеме көп еркелейтін мен сабақ оқуға ынтамым болмады. Анам бір компанияда жұмыс жасады. Хатшы болып істейді. Әрі бастықтың көңілдесі еді. Көп ұзамай әкем басқа отбасы құрғанын естіп, қатты қапаландым. Әкем мені кішкене болса да еркелетіп, жылулық сыйлайтын еді. Енді міне, анам мені одан да айырды. Сол үшін анамды жек көріп өстім. Арада жылдар өтіп жатты. Анамның бастығы үлкен қалаға көшті. Анам да соның артынан кете барды. Мен 9-ші сыныпқа дейін нағашы әжемнің тәрбиесінде болдым. Десе де анама деген ыза жүрегімді әбден қатайтты. Мектепті анау айтқандай оқымадым. Мен де анам секілді сұлу болдым. Жігіттер жолымда жүретін. Бірақ әжем тым қатал болды. Ешбір жерге жібермейді. Сыныптастарым отырыс жасап, туған күн кешіне барса, мені әжем жібермеді. Сол үшін жылап алатынмын. Бірде анам қаладан сықиып, 18 жастағы бойжеткен секілді киініп келді. Ал менің анамның қуыршақ секілді түріне қарап, таңданып қалыппын. Қалаға кеткендер неге сонша әдем болып өзгеріп кетеді екен? Анам келгенде оған ашуланып айғай шығардым. Әттең, әжемнің қасында қалып, бейкүнә пәк болып жүре бергенінде ғой. Араға бір жыл салып келген анама не сәлемім жоқ, не амандығын сұрамай. Сен өзі қандай анасың? Менің барым жоғым саған бәрібір ме? Мен мына қапаста қаншалықты қиналып өмір сүріп жатырмын, білемісің соны? Әжем мені түрмедегі қылмыскерлерден бетер қамап ұстайды. Тіпті осы үйдің басыбайлы құлы сияқтымын, деп жылап жібердім. Негізі әжем өте жақсы адам ғой. Жалғыз қызын еркелетіп өсіріп, көресіні көргесін мені кішкене қатты ұстағаны сол. Ал мен сорлы оның бәрін кеш түсіндім. Әжем байғыз менен бұндай сөзді күтпеді. Қызым-ау, не деп тұрсың сен? Сені жаман болсын демеймін. Есейгенде түсінесің, деп ақталып жатыр. Ал мен онан сайын қорлық көрген адам секілді бақыра жылап жаттым. Сол кезде жастығым болар. Бәлкім өзім жеке тұлға ретінде еркіндікті аңсадым ба? Әйтеуір әжемнің үйінен кеткім келді. Анаммен қалада тұрғым келді. Өксігімді басып, сен қалада, мен қалада анаммен тұрамын, деп бірден айта салдым. Анам болса, доча, қалада менімен тұра алмайсың, осында бабушкаңмен тұрасың. Мен үйде көп болмаймын, ол жақта саған қиын болады, деп мені райынан қайтарғысы келді. Өтпелі кезеңде жүрген мені қызым деп санамайтын болсаң, не үшін тудың? Егер мені осында тастап кетсең, өзіме қол жұмсап өлемін, дедім. Қалаға да жеттік. Үйге бармай тұрып, анам жаңа киімдер алуға бутиктерге бардық. Әдемі қымбат киімдер алып берді. Салонға барып шашымды да қырқыттым. Өзімді қаланың сұлуы санап, жаңа күнге аяқ басқандай күйде болдым. Бір қызығы, бізді көргендер анам екеумізді әпкелі сіңілі ретінде көрді. Анама бәрі таңырқап қарап, сіз шынымен анасыз боласыз ба? Өте жас көрінесіз, деп таңғалып жатты. Анамның шағын 3 бөлмелі пәтеріне келдік. Сол күні кешке көңілдес бастығы үлкендеу ер адам үйге жетіп келді.
Ол да келе сала мені көріп таң қалып қалды. Бірақ кетпеді. Сөйтсем анамның құшағын аңсап келген екен. Анам дастархан жайып, анауымна қойып ішімдік ішілді. Әлгі бастығы жатын бөлмеге кіріп кетіп, анамның атын дауыстап шақырды. Кішкене масайған анам, «Доча, тез бөлмеге кір де ұйықтап қал», деді. Мен ештеңе түсінбей қалдым. Анама басымды изеп, әлі дастарханнан тұрмадым. Анам асыға кетіп қалды. Дастархан жиыстырып, ыдыс жуып тастағым келді. Ойымда ештеңе жоқ. Бір кезде ыңырсыған дауыстар естілді. Басында ұялып кеттім. Бөлмеме жүгіріп барып жастықты басыма жауып жаттым. Бәрібір де олардың дауыстары естіліп тұрды. Анамның түнде жасайтын істеріне құлағым үйренгендей. Уақыт өте мен тіпті сығалауды шығардым. Есікті ашып қоятын еді. Сөйтсем әлгі көңілдесі әдейілеп ашып қояды екен. Менің сығалап қарайтынымды біледі екен ол азғын. Солай мені азғырып жүрді. Тіпті мен анамның орнында мен болғанымда деген қиялға күмп ететінмін. Солай жүргенде колледждегі оқуым басталды. Қалаға үйренісіп, жалғыз базар аралай беретінмін. Сол кездері DVD дегендер шығып, диск сатып алу қызық еді. Сондай сәттері көзіме көзілдірік киіп, дискі сататын жерде эротикалық диск алдым. Күні бойы тіпті кейде түнде жалғыз қалатын менде ешкімнің шаруасы жоқ. Диск көрген мен сондай жаман қозға бастадым. Анамның көңілдерін көз алдыма келтіріп, сол кісімен болып жатқандай күй кешіп, өз мүшемді қолыммен сипалап, сұқ саусағымды тығып, рахат сезімді бастан өткіздім. Бәрінен де мен анаммен көңілдесін әр түн сайын аңдып, анамның көңілдесінің қақиған мүшесін көріп, есім кетті. Әбден секске ойым кеткенмен, ізімнен жүгірген, өзімен жасты жігіттерді менсінбей, бар ойым әлгі анамның көңілдесімен төсекте бірге болу болды. Мен де анам секілді ашық, қысқа киімдер киіп өзімді қуыршақтай ұстап, өзгере бастадым. Үйге келген анамның көңілдесін көзіммен тесіп жіберердей қадала қарап, онымен сөйлесуге тырысып, көп ұзамай ол мені түсінді. Анамның бастығы болғандықтан, анамды әдейілеп іс сапарға жіберіп, менің үйде жалғыз қалатынымды білген ол, қолында тәттілері бар үйге келді. Оны көрген менде әбден ескетті. Қуанғаным соншалықты, оның мойнына асыла кеттім. Ол да мені күтіп жүргендей, мойнынан сүйіп, мені қоздырды. Бәрін бірден болғанын қалаған мен, асыға киімдерін шешіп жатқанда, «Балақай, асығыс жасама. Мен сені жақсы көремін, бірақ төсектес бола алмаймын. Сен әлі 18-ге толмаған пәксің. Қазір пәктігінен айырсам, ертең проблема болады. Түсіндің ғой, я тәттім. Қазір басқа тірлікпен айналсамыз», деп белбеуін ағытып, шалбарын шешті де, қылқиған мүшесін шығарып аузыма тықты. Дискіден көрген едім мұндай сорақылықты. Ал менің қалағаным бұл емес еді. Бәлкім оның мүшесін аузыма алсам, рахат сезім болар деп ойладым. Тұншыға жиркеніп, оның дегенін бекер жасадым. Сол күннен соң ұшынып бір апта жаттым. Арада тағы күндер өтіп жатты. Әлгі анамның көңілдесі тағы келді. Бұл жолы мен анадағы жағдайдан соң ұшынып ауырдым. Ол нәрсе ұнамайды деп айта салдым. Ол күліп, мені аймалап, анарымды сүйген сайын еріксіз қозып, өзімді ұстай алмай, мен болғым келеді деп жалынғандай боламын. Ол мені одан сайын менің мүшемді сүйіп, қолымнан сипалап, әбден өзіне ынтықтырды. Солай қозып жатқанда, артыма мүшесін тығып жібергенде, менің жан айқайым шықты. Дискідегі жәлептер өтірік ыңырси береді екен. Дискі, олар артқы жағымен болып жатқанда керемет сезімге бөленіп жатқандай болатын. Мен де сондай сезім аламын деп тағы бекер қателесіппін. «Ойбай, керек емес. Тарт мүшеңді», деп айғайлап жібердім. Ол болса, «Тәттім-ау, бастапқыда солай болады. Үйреніп кетесің. Қане келе ғой», деп жұбатып әлек. Ашуланып кеткен мен, «Кетші бар. Мұндай секс керек емес. Дәл қазір үйден кет», деп қуғандай болдым. Тағы күндер өтіп жатты. Мен бәрін қойып, ізімнен жүгіріп жүрген жігітпен кездесіп, ақыры өз пәктігімді жоғалттым. Бастапқыда бәрі қызық еді. Уақыт өте ол қызық басылады екен.
Ал мен одан кейін де қанша жігітпен төсектес болдым. Тіпті кейбірімен подъездің ішінде, көлік ішінде болатынмын. Бәрі уақытша. Қызығы басылған соң мені мусорка секілді тастап кетеді. Солай жүргенде жүкті болып түсік тастадым. Бір емес 3 рет түсік тастадым. Арада қанша уақыт өтті. Менің тұрақты жұмысым болмады. Жұмыс жасауға тұрсам, бастығым басқасы пайдаланып кетуге дайын тұрады. Еркектерден тез жалығатын мен 2 рет тұрмыс құрып та үлгердім. Бірақ сол төсектен жалығып ажырасып кеттім. Өмірім әр еркектің астында жатып, нәпсінің жетегінде жүргенмен жаман ауру жұқтырып, ауру болдым да қалдым. Бәріне кінәлі өзім. Бірақ анамды жек көремін. Осындай жетесіз, тәрбиесіз болып өскен анамның үлесі бар деп ойлаймын. Әкеммен тыныш өмір сүрсе, мені тәрбиелесе, қазір мен отбасы құрып, балаларым бар, немересі бар әже болар едім. Әттең кезінде әжемнің қасында тұра бергенде ғой. Алғаш жүкті болғанында анам алдырып тастаған. Одан кейін де жүкті болғанында тағы анам айқайлап жүріп түсік тастауға көндірген еді. 3-ші рет тағы көтергенінде өзім түсік тастауға мәжбүр болдым. 2-ші рет тұрмыс құратын кезім еді. Алланың берген сыйына қиянат жасадым. Қазіргі таңда жасым 40-тан асқан. Жалғыз басты әйелмін. Осы бір өмірімді өзгелерге сабақ болсын демеймін. Тек нәпсі құмарлықтың соңы үлкен өкінішпен тұратынын адамдар білсе екен деп өмірімді баяндадым, деп автор әңгімесін аяқтады. Әңгіме ұнаса, пікір жазып, лайк баса отырыңыздар.